Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен, Шықлай арнасын көріп отырсыздар. Бүгін бізде iPhone 15 Pro. Бізде оған байланысты активация анамынаулары бар еді, бірақ бүгінгі видеода біз кішкене өзгеше бір видео түсіремекшіміз. 15 Pro телефоны мінекей активация сұрап тұр, бізде қарап тұрған көріп тұрғандарыңыздай. Привет деп. Яғни Samsung A51-ден iPhone 15 Pro-ға ішіндегі керекті деректерімізді, яғни бүкіл данныйларымызды қалай өткіземіз, керек деректерімізді. Соны көрсететін боламыз, Құдай қаласа. Ол жерде мінекей біздің тіл Қазақстан болғанмен де, бірақ русскийді таңдадық. Өйткені орыс тілі көп адамға түсінікті ғой. Казахстан, продолжить. Баса береміз, көктер, продолжить. Настроить для себя, настроить позже. Wi-Fi-ға не жерден сіздерден Wi-Fi сұрауы мүмкін бұл телефон. Яғни біздікі Wi-Fi-ға қосылып тұр автоматты түрде. Содан кейін сіздерден ешқандай Wi-Fi сұрамаған болса керек. Сұрамай болуы мүмкін. Сұрамады бізден, сіздерден сұрамауы мүмкін. Настроить. Face ID настроить позже дейміз. Настроить позже, параметр код пароль. Не использовать код пароль таңдаймыз. Не использовать. Енді мына жерде қараңыз, перенос приложение данные деп тұр. Осы жерде устройство Android дегенді біз таңдаймыз. Перенос Android, продолжить. Және бізден код сұрады. Енді оны шетке қоя тұрамыз. Енді Samsung'ты аламыз. Кодын теріп жібереміз. Samsung'та сіздер Play Market'ке кіресіздер. Play Market'і қай жерде екен? Play Market жоқ, неге біз іздесек қамын? Play Market. Және Play Market'тен сіздер перенос на iOS деген таңдайсыздар. Перенос на iOS. Осыны открыть деген басамыз. Продолжить. Принимаю. Продолжить. Енді ол бізде не жерден сіздерден разрешение настройкадан қосу керек Wi-Fi деп сұрақ қалуы мүмкін. Соны басып теріп шыға бересіздер. Одан кейін найдите код деген жерге былай басамыз да. Және iPhone-дағы ана кодты жазамыз. Мына кодты жазамыз осында. 54 38 75. Подключиться. Мінекей, жақта кетті, көріңіздер ғой. Ожидает SM A515. Енді бұл жерден бізге настройкаға басамыз. Разрешение дегенге, мыналардың барлығына разрешение қойып шығамыз. Разрешить, контакт, телефон, разрешить, артқа қайтамыз. Файл менеджмент, разрешить, SMS, разрешить, артқа қайтамыз. Мінекей. Артқа қайтамыз. Қосып шығамыз, барлығын. Приложенияларын өтеме өтпейме енді онысы. Начать дейміз. Подготовка. Не блокируйте телефон и не закрывайте эти приложения дейді. Жоқ. WhatsApp'ты да өткізуге болады деп шығып тұр енді. Қаншалықты болай WhatsApp'пен өткізіп көрмегенбіз өзіміз iPhone-ға. Бірақ өтетін шығар, өйткені бекерге шықпайды. Перенос жатып на iOS деп тұр мінекей. Беті өшіп қалмаса көреміз енді.
Бұл бізде өтіп жатыр. Битсек қазір мынау бітуге жақындаған, немесе біткен кезде жалғастырамыз, яғни осы чат. Оған дейін тоқтата тұрамыз. Пускқа қойып, пауза қылып тұрамыз қазірше. Біздің телефонымыз мінекей аяқталды енді. Жаңа видео үзіліп қалған болады негізінде. Бірақ жақтан көрсетсек, бұл жақта болды ол. Көрсетеміз, iOS перенос. Яғни сіздерде біткен соң телефон осылай деп шығады. Мынандай болып шығады мінекей. Забыли Apple ID. Біз жаңа ішіне заттармен өткізген болатымыз. Настроить позже в настройках деген таңдаймыз. Не использовать. Мына жерден продолжить. Выключить геолокация. Местоположение ғой айтқанда. Настроить позже в настройках. Настроить позже в настройках. Не делиться. Продолжить. Не сейчас. Продолжить. Жоғарға хоп дейміз. Телефон мінекей ішіндегі заттардың бәрі өтті деп шықты. Қаншалықты рас өтірік екен. Мінекей. Разрешить. Продолжить. Альбом мінекей. Суреттер барлығы тұр мінекей. 1266 видео. Мына жақта скриншот 302, мынау тағы бұла деген нәрселер, көп нәрселер бар екен. Контактыны көрейік, контакт. Мінекей, контакттың барлығы жаңағы добавить программу имеющуюся в вашем устройстве Android и App Store. Добавить тағы нәрселер ашырайды. Мінекей, iCloud-та InDriver на приложениенің барлығы оған қалды, не? Мінекей. Телефондағы Apple ID. Бізде Apple ID қазір жоқ. Apple ID ашу керек әлі бұл телефонға бізге. iCloud ашу керек. На приложениенің барлығы алдыңғы Samsung A51 телефонында болған. Настройкаға кіріп көрейік, не бар екен бізде, ештеңе жоқ пока. Wi-Fi қосылып тұр. Енді бұл телефонға iCloud ашу керек. Ішінде заттар мінекей осылай өткізуге болатындығымызды көрсеттік. iPhone 15 Pro, Type-C зарядпен. Егер де видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркелеміз. Шұқылай арнасына қазақша YouTube-тың дамуына атсалысамыз. Жаңағы ішіндегі айтқанда керекті мәліметтердің барлығы өтті. Мына жағына стрелка шығып тарағанның барлығын қайтадан жүктеп аласыздар App Store-ға iCloud ашу арқылы. Бұл iPhone 15 Pro-ларға байланысты iCloud-та қалай ашуға болатындығын біз видеоларымызда көрсеткенбіз. Каналға оны құдай қаласа салып қоямыз. Сау, сәлеметте болыңыздар. Шұқылай арнасы сіздермен бірге.